Я? Базар жоқ. А помнишь, как это? Мы их высырдық, помнишь? Ой, каким молодцом стал. Ты меня, нет, не смейся, ты чё? Я же городской. Я же в городе практически рос. Біз асығыс едік. Балам, біріншіден, үлкен кісіге қарап күлуге болмайды, ол ұят нәрсе. Екіншіден, бұл күлетін нәрсе емес, бұл жылайтын нәрсе. Ол кісі өзінің ана тілінде өсірдік деген сөзді дұрыс жеткізе алмай тұр. Ертең сен өз тіліңді құрметтемесең, өз тіліңде сөйлемейтін болсаң, сен де тура осы кісі сияқты болып қаласың. Осы ғана ма көбірек берсеңізші. Мен саған одан көп бере алам. Сен оған үйреніп аласың. Ал мен алдымды болжай алмаймын. Ертең саған беріп жүрген ақшаны тауып бере алмай қалсам, сен ол ақшаны көшеден іздей бастайсың. Ал көшеде шашылып жатқан ақша жоқ. Ұрлайсың, алдайсың, өзіңнен кішкентайларға әлімжеттік жасайсың. Ал оның арты не болатынын айтудың өзі қорқынышты. Егер сен чипсы, газировка, көшедегі жылдам дайындалатын тамақтарды таңдамай іше беретін болсаң, сен де осы дәрілерді ішетін болады. Ринат Душибеков, актер, Инстаграм желісінде 80 мыңнан астам оқырманы бар. Парақшасындағы ұлттық құндылық, бала тәрбиесі жөніндегі вайндары оқырман тарапынан жоғары бағаға ие. Қазақ киносының дамуы тежелді, саны бар, сапасы жоқ, өнімдер нарықты жаулап алды. Бұл деген халықтың, көрерменнің талғамының төмендігі ме, әлде киноиндустрия саласында креативті мамандардың тапшы болғандығы ма? Бұл жайлы бүгін әңгіменің майын тамызып тұрып, белгілі актер Ринат Душибековпен сөйлесетін боламыз. Қош келдіңіз, Су жаңа студиямызға. Кеш жарық, рахмет шақырғандарыңызға. Киноиндустрияда кино тежелді дегенге келіспеймін. Көрерменнің талғамы жоқ дегенге де келіспеймін, ондай жоқ. Енді кезінде осыдан 2-3 жыл бұрын, мүмкіндер 4-5 жыл бұрын болған шығар. Тек қана кинокомедия түсіріліп кетті, анандай болып кетті, бір көре алмайсың, мән мағынасы жоқ, адамға ой салмайды деп айтып жатты. Я, ондай болды, бірақ әр нәрсенің өзінің кезеңі бар ғой. Одан да өту керек, електенеді, ерекшеленеді, сондай жағдайлардан өткеннен кейін әлгі качество, сапа өзінен өзі өсе береді. Қазір жақсы кинолар өте көп түсіріліп жатыр. Қаншама драмалар түсіріліп жатыр. Соның кейін кейбір киноларға, мысалы кешкі сеанстарға әсіресе билет жоқ. Егер көрерменнің талғамы нашар болса, көрермен кино көрмейтін болса, ондай жағдай болмас еді ғой. Мен өзім, мысалы өзімнің кинома баруға, ашық көрсетіліміне, премьерасына бардық. Ал енді бала шағамды алып барып көрсете қояйын десем, достар келген кезде билет жоқ. Өзім түскен киноның өзіне. Ол өте жақсы. Үрдіс келе жатыр. Мықты кинолар біздің Қазақстанда түсіріліп жатыр. Өзіміздің балалар, жақсы өсіп келе жатқан режиссерлар өте мықты. Шетелде оқып келген, тіпті мынау СНГ, Россия, соның өзі біздің режиссерларға қызығушылық танытып жатыр. Тарихи драмаларға көп қаражат қажет, реквизитінің өзі қандай, массовкасының өзі қандай. Бірақ авторлық кино бар ғой. Бір ғана, аз ғана, 1000 теңгеменде ниетпен, жастық жалынмен түсіріп тастауға болатын. Бірақ шетелде сондай фильмдер жоғары бағаланып жатады. Біз әлі ол дәрежеге жеткен жоқпыз ба? Я, ол ойыңызбен енді келісемін. Бізде көп жағдайда авторлық кинолар прокатқа да көп шығып жатқан жоқ. Көп жағдайда оның көбі шетелге шығады, а біздің шетелге шыққан мысалы Шарипа Урызбаева жақсы режиссер. Көбіне сондай авторлық кинолар түсіреді, и қысқа метражды кинолар түсіреді. Ол кісінің түсірген кинолары қарап тұрсаңыз хит шетелде. Бізде көрерменнің деңгейі енді жетіп келе жатқан шығар соған. Өйткені осы уақытқа дейін комедиялар жаулап алды. Адамдар ортаны, қоғамды үйретеді ғой бір нәрсеге. Соған үйреніп қалды енді халық. Ал қазір оған да келе жатыр. Кішкене көбірек көрсету керек олар. Сіздің айтып жатқан сөздің бір шетінен келісуге де болады. Сөзінің жаны бар. Рекламасы, маркетинг аз. Елдер оның үстіне қазір енді білмеймін, халықтың жағдайда бұлған әсер етеді бәрібір. Күні-түні жұмыста, сананы тұрмыс билеген уақыт дейді ғой. Барып, орысша айтқанда грузец отырғысы келмейді көп адамдар. Оны былай да көріп жатыр халықтың жағдайында кейбір жерлерде. Енді барып соны тағы да кинодан көргісі келмейді көп адамдар. Анау жеңіл комедия кішкене болса көңіл көтеріледі. Халықты депрессиядан алыстатып тұрған осы жеңіл желпі комедиялар. Мүмкін. Демек, олардың да пайдасы бар. Олардың да пайдасы бар, түсіре берсін ондай киноны да. Нашар пікір, жаман пікір ол да керек. Сіз қымбат актерсіз?
ақшасыз да түсетін кезіміз болады, жасыратын ештеңесі жоқ. Себебі сіз кәсіпкерсіз, себебі сіз атбегісіз, яғни сіз қарапайым актердің жалақысына тәуелді емессіз ғой, несін жасырып Ол жағы да бар. яғни сізде таңдау бар. Ол жағы да бар. Ең ұялатын рөліңіз бекер келістім дейтін, өкініш, әттеген ай бар. Жоқ, әттеген ай деген рөлім бар, бірақ оны айтпаймын. Неге? Жоқ, оны айтқым келіп тұрған жоқ. Мен сізді батыл деп ойладым. Жоқ, батылмын, бірақ суырып алмай тұрмыз. Оны өйткені түсірген адамдарға мен топырақ шашқым келмейді. Демек, актер Ринат Мырза көптің пікіріне тәуелді деген сөз. Менің өзімнің ортамды, өзімнің қалпымды, өзім болмысымды сақтап қалғым келеді. Бір батырдың рөлін үнемі 5-6 актер бар ойнайтын, жоңғардың рөлін ойнайтын тағы бірнешеуі бар, хаш жауыздың рөлін ойнайтын тағы бір негативті образдарды үнемі сондайтын, оларға сол образ жабысып қалған. Бізде актер тапшы ма, әлде бүкіл нарық сол 10 адамға ғана қарап қалды ма? Бұл сұраққа тіпті менің де жауабым жоқ. Мен актермын, блогер, вайнер емеспін дедіңіз. Бірақ қазір көптің батасын, көптің ризашылығын осы Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы алып жүрсіз ғой. Өйткені контентіңіз өте сапалы және тәрбиелік мәні бар. Өзіңіз айтып қалдыңыз, бір жылда 3 мыңнан 80 мыңға дейін подписчик экологиялық жолмен. Бір жыл емес. Бір 7 ай. 7 айда, жарты жылда экологиялық жолмен подписчик жинап алдыңыз. Осының сыры неде? Ешқандай команда жоқ. Үлкен балам 15 жаста, сол түсірді. Ана ортаншы балам ойнайды. Сонымен үшеуміз ғана түсіреміз қазір. Сценарий, идеяның бәрі осы қоғамнан алынады. Неге әлеуметтік желіге қазір көп назар аударып жатсыз? Бүкіл күшіңізді жұмсап жатсыз. Бұл жерде қаржылық тиімділігі бар ма? Әлде эгоңызды майлағыңыз келе ме? Әлде бұдан да артық танымалдылыққа тәуелдісіз бе? Енді бұл жерде бәрі бар. Иә. Шынайы жауап күтем сізден. Бұл жерде бәрі бар, иә. Бірақ ең бірінші нәрсе осы жолға мен итермелеген халықтың өзі, халықтың қошаметі, халықтың ықыласы. Өйткені ана пікірлерді оқыңыз, бір теріс пікір жоқ, хейтерлер жоқ ешқандай. Бәрі тек қана жазады, менің ана жекеге жазады, енді қашан түсіресіз көрейік деп. Халыққа отказ бере алмайсыз. Күтіп отырғаннан кейін өзі шабыттандыратын да айтады ғой, адамды өшіретін де, өсіретін де халық. Бұл халық болмаса біз ештеңе істей алмаймыз. Басты кейіпкеріңіз балаңыз Бектас екен. Бектастың өзінде парақшасына кіріп шықсам 20 мың подписчигі бар екен. Иә, 4 айдың ішінде. Иә, Бектасты еңбекке жеккен кезде қаржылай ынталандырасыз ба, әлде бұл фанатизм ба, тегін ба? Бала ғой бәрібір. Жылулықты күтеді, мақтан күтеді. Ол құры тек қана кел түсіре берейік деген жолда шаршайды, үлкен адамның өзі шаршап кетеді. Сондай кезде ынталандырып тұрамын. Біздің қоғамға дәрігер керек, мұғалім керек, металлург керек, шахтер, ғалым керек. Актерсіз қоғам құлдырай ма, құлдырамай ма? Құлдырайды, әрине құлдырады. Иә, актерсіз күн көруге болады. Актерсіз де, әншісіз де, сахнасыз да күн көруге болады. Бірақ адамдардың қоғамның деңгейі қандай болады онда? Өте нашар болады. Жаңағы вайндарыңыз көбінесе тәрбиелік, отбасы құндылығына арналған, иә? Өзіңіз қандай әкесіз? Өзім қандай әкемін? Қаталдаумын. Негізі қаталдаумын. Қаталсыз. Қандай жарсыз? Керемет жарым ғой. Үй шаруасына араласасыз ба? Мен үй шаруасына... Ринат Мырзаның пылесос етіп жүргенін көре аламыз ба? Көре алмайсыз. Ыдыс жуған? Көре алмайсыз. Өтірік айтпайын, көре алмайсыз. Енді жақсы жар деген қандай болады? Жақсы жар. Енді айтсам оның бәрін істеп атқан еркектер ғой. Мен бір өзімді ерекше бөліп, мен асырап атырмын, асыраушым, ол менің міндетім. Асырасам, оның бәрі міндетім. Бірақ әр нәрсеге көңіл бөліп отырамын. Сол жағым шығар менің жақсы. Әр нәрсеге көңіл отырамын. Ана балам қайда жүр, мынау қайда жүр, өзімнің жұбайымда қайда жүр, немен айналысып жүр. Шығармашылық ортада жүретін адамдар, олар музаға тәуелді. Ғашықтық сезімін үнемі сезінгісі келеді. Әдемі қыз келіншектер бар. Иә. Қарасаң көзің тоймайды, қарай берің келеді. Басқа жақтан іздеймін мен. Атқа мінемін. Табиғатпен үндестік табамын. Ер азаматтардың назарына энергияларын сарқылса, атқа мініңіздер. Атқа мініңіздер, иә. Ринат Мырза, сізге көп рахмет. Өте сондай майын тамызып, бір әдемі әңгіме өрбіткен сияқтымыз.
Құрметті көрермен, бүгін майын тамызып тұрып, осы кино саласындағы, әлеуметтік желідегі блогерлардың жайлы әдемі әңгіме өрбіттік. Назарларыңызға рахмет. Бізді YouTube арнада қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізді шабыттандырады. Аман болайық.